Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мантының дайындалу жолымен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қарап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен мантының қамырын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен тұзды және салқын суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Суымыз қатты жылы болмауы қажет, тұз еритіндей салқындау болса болады. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде 2-ге немесе 3-ке бөліп салсаңыздар, қамырымыз өте жақсы тегіс болып шығады. Ары қарай қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырды жұмсақ етіп илемейміз, қатты да қылмаймыз, орташа етіп илеп, бетін 15 минутқа жауып қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз, пиязды ұсақтап турап шығамыз. Және бізге тартылған сиыр еті қажет. Сиыр етіне пиязды салып, дәміне қарай тұз бен бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салмамызға жарты стакан су құйып, тағы бір рет араластырамыз. Манты өте сочный болып шығады. Міндетті түрде салмасына су қосыңыздар. Қамырымызды жаярдан бұрын осылай қолымыздың көмегімен осылай қамырды алдын ала жайып шықсаңыздар болады. Содан соң барып, оқтаудың 2 шетін ғана ұстаймыз. 2 шетін айналдыра отыра қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді видеодағыдай осылай гармошкалап шығамыз. Бәрін бірдей формада осылай пышақтың көмегімен қамырды кесіп, осылай бірінің үстіне бірін қойып, 4 бұрышты еті формаға келтіреміз. Қамырдың арасына салмамызды салып, мантымызды түйеміз. Осы кезде отқа суымызды қойып қайнатамыз және табамыздың астын майлап, мантымызды бетіне қойып, бетіне міндетті түрде осылай майды жағып шығамыз және 30 немесе 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Біздің мантыларымыз дайын, өте тез піседі және қамыры да керемет жұқа болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.